Енді сөйлеуді шақыруда ең бірінші баланың 1 жас, 2 жас кезіндегі звукоподражание деп шақырамыз ғой, мысалы любой подражание. Бірақ оны біз бірінші кәдімгідей іс-қимыл подражаниесінен бастаймыз. Яғни еліктеу қимыл. Бала кішкентай кезінен пока деген кезде поканы айта алмайды ғой. Пока деген кезде қайта қолын көтеріп бүйтіп бұлғайды. Алақай деген кезде бала алақайды айта алмайды, деп шапалақтар деген кезде кәдімгі шапалақтар тастайды, иә. Сәлем деген кезде ол да привет айтып, қайта бір қолын көтеріп, осылай қылып, қолын сермеп жүруге болады. Секіреміз топ-топ деген кезде аяғымен шылап-шылап, кәдімгі суды басып-басып осыны жүруді. Осыдан басталады. Былайынша сөйлеу әрекеті, звукоподражание, сізге еліктеу арқылы шығады. Ол еліктеу деген әртүрлі жануарлардың, заттардың дауысына еліктеу деген емес, бірінші іс-қимылды еліктету керек балаға.